Армысың, арқаның арқалы жұрты. Қазыналы қазақ еліне қайырлы таң дейміз. Айтулы алғыс айту күнімен тұспатыс 5-ші арна ұжымы көрермендерді жағымды жаңалықпен қуантпақшы. Көктемнің алғашқы күнінен бастап таңғы ақпараттық танымдық бағдарламамыз көрермендерімізге жол тартып отыр. Ақ таңмен таласы алдарыңызға шығып, сәні мен салтанаты жарасқан Сарыарқаның саналы жұртын сапалы ақпараттармен қамтып, сәтті күннің бастауы бола білетін сәтті күн бағдарламасы бүгіннен бастап сіздермен бірге, студияда менімен бірге қызмет ететін сұлу да сымбатты Ақсәуле Еділқызы және сабырлы да салмақты Еркеғали Бекболат ұлдарыңыз. Көреген көрерменнің көңіл күйін көтеріп, көгілдір экранның көркін кіргізу үшін көсіле жұмыс жасауға дайынбыз. Сәтті күнімізде пайдалы кеңестер мен қаламызда болып жатқан атаулы іс-шараларды жеткізіп, әртүрлі маман иелерімен сүбелі сұхбат құрып, бір пайдаларыңызға жарармыз деген ойдамыз. Сол себепті арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Деннің саулығы өмір сапасын арттырудың алғашқы әрі ең маңызды жолы. Күн ұзақ көтеріңкі көңіл күйде тізімдегі жоспарлардың орындалуы үшін ой сергек болып тұру керек. Соған орай сәтті күн бағдарламасы әр күнді таңғы жаттығу жасаумен бастайды. Жалпы Еркеғали, өзің таңертең жаттығуды неден бастайсың? Енді мен өзім кішкене гимнастикалық іс-әрекеттермен бастаймын, жаңағы денені бойды үйретіп, аяқ қолды созып дегендей, содан кейін ғана барып, күш салатын жаттығуларға кірісіп, бір суық терімді шығарып аламын. Сен ше? Енді мен таңертең тұрып бір жүгіріп алам, ол спортқа қосқан кішігірім үлесім болсын деп. Енді жалпы спорттың қандай түрі болсын пайдалы ғой әйтеуір? Мен ойымша, сен спортқа емес, спорт саған үлес қоссын деп қояйын. Ал ендеше бізбен бірге таңғы жаттығуға кірісіп, буындарыңызды босатып, бойларыңызды ширатып алыңыздар. Қайырлы күн, құрметті сәтті күн бағдарламасының көрермендері. Сіздермен бүгін йога жаттығуларының иық және мойынға арналған керемет жаттығуларымен сіздермен бөлісетін боламыз. Біздің мойнымыз басымыз бен денемізді жалғастырып тұратын көпір болғандықтан, біздің мойнымыздың мықты және үнемі қозғалысқа төтеп бере алатындай жағдайда болғаны өте маңызды. Сондықтан бүгін сіздерді бүгінгі йога жаттығуларын бірге жасауға шақырамын. Осы отырыстан 3 рет терең тыныс алу арқылы біз жаттығуға кірісеміз. Кеттік. Ішімізбен терең тыныс аламыз. Тағы да. Тынысыңызды барынша босатып, тынысыңызды тереңдету йогада өте маңызды. Осы отырыстан енді иықтарыңызды барынша жоғары тартылыңыз. Иықтарыңызбен жоғары тартылып, бірден иықтарыңызды төмен тастай салыңыз. Тағы да. Тағы да. 3. 4. Соңғы рет. 5. Жарайсыздар. Енді осыдан кейін бірінші оң иығымызбен керемет үлкен шеңбер жасауға тырысамыз. Ал кеттік оң иығымызбен. 1, 2, 3, 4, 5. Енді сол иығымызбен кеттік. 5, 4, 2, 3, 1. Ал енді екі иығыңызды бірге қосу арқылы алға қарай шеңбер. 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыздар. Қолдарыңызды алға түсіріп, екі иықтарыңызбен 2 рет шеңбер жасап, артқа және алға. Осымен бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Сіздерді сәтті күн бағдарламасының келесі бағдарламасында күтеміз. Сау саламат болыңыздар. Ақсәуле, саған бүгін бір үлкен алғыс айтқым келіп отыр. Менімен бірге сенімді серіктесім болып, әріптесім болып, әр ісіме көмектесіп жүргеніңе үлкен рахмет.
Мәссаған, не түртті сені бүгін? Студияның сыртында менен жаман адам жоқ еді ғой, енді жарайды. Енді жар дегенде жалғыз әріптессің ғой, мен де саған өз алғысымды білдіремін. Сосын сенің мына мінезіңе төзіп жүрген үшін тағы бір жеке рахмет айтуым керек. Ой, әйтеуір жеңілмейсің ғой, соңғы сөз өзің айтып қалуың керексің ғой, жарайды. Ойнап айтам Ақсәуле, мен әңгімемнің әлқиссасын неге алғыс айтудан, рахмет айтудан бастады деп ойлайсың. Өйткені біздің елде бүгін алғыс айту күні тойланып жатыр. Тәтті ұйқысынан енді тұрған көрермендерімізді таңертеңгі уақытты пайдаланып, ең бірінші болып құттықтағым келіп отыр. Керемет, Еркеғали. Онда бүгін нағыз береке, бірлігіміз жарасатын, ағайын туыс бір-біріне қарасатын, әр үйден той тойлап тарасатын. Қысқасын айтқанда, жақсылар мен жайсандар жанасатын күн екен ғой. Мен де осы мүмкіндікті пайдалана отырып, біздің көрермендерімізге өз алғысымды білдіргім келеді. Ендеше алғыс айту күніне арнайлап жасалған сюжетімізді назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші наурыз Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні. Осыған орай 2016 жылы 14 қаңтарда елімізде алғыс айту күні пайда болды. Сол уақыттан бастап ерекше мереке елімізде кеңінен тарала бастады. Бұл күні барлығы жақындарына алғыс айтып құрмет білдіреді. Ерекше көңіл күй сыйлайды. Бізде қала тұрғындарының жақындарына деген ізгі тілектерін тыңдап қайттық. Сізге енді 1 март күні алғыс айтқым келіп тұр, чтобы сенде бәрі жақсы болсын, көңіліңе тоқ болып, бәрі береке берсін, көктемнің құлпырып жүрсін, жақсылық болсын. Сәлем, қалыңыз қалай? Сізге рахмет айтқым келіп тұр. Барлық сіздің жасаған ісіңізге, мені тәрбиелегеніңіз үшін, сосын білім, тәрбие бергеніңізге сізге үлкен алғыс айтам. Жақсы көремін сізді. Пап, сізге алғыс айтайын деген мен, шын жүректен. Осында үлкен азаматтық тәрбиелегеніңіз үшін, осында өмір сыйлағаныңыз үшін. Бәрі жақсы, пап. Бәрі жақсы. Бір рахмет айтайын деген ғой өзім, шын жүректен. Қандай керемет сюжет, Еркеғали. Осы жалпы алғыс айту күні бауырлардың басын қосатын, адаммен адамды таныстыратын, тіпті бір-бірлеріне ренжіп қалған адамдарды табыстыратын тамаша күн, не? Осыған орай сенің де маған жасаған бүкіл істерің бәрін кешірдім. Мәссаған, Еркеғали, енді сен маған тисе бергенше, одан да осы құрметті көрермендерімізге алғыс айту күні туралы бірер ақпарат берсең, жарайсың. Болды. Айтсаңыз болды. Енді мынау 2016 жылдың 14 қаңтарында Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні алғыс айту күні деп жарияланған болатын. Көктемнің алғашқы мерекесі болып табылатын атаулы күн мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен ыстық ықыласының жарқын символы. Еркеғали, ендеше осы айтқаныңа тұздық болсын. Біздің қаламызда ұлты орыс болса да, жүрегі қазақ деп соғатын ұлағатты ұстаз тұрады. Жалпы білім мен ғылымға ерінбей, ерен еңбегін сіңіріп жүрген, ұстаздық жолында 30 жыл еңбек сіңірген жан бүгін бізде студиямызға қонаққа келмек. Олай болса, құрметті көрермен, сәтті күніміздің алғашқы қонағын бірге қарсы алайық. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші, біздің бүгінгі студиямыздың алғашқы қонағы 35 жыл бойы ұстаздық етіп келе жатқан Валентина Владимировна. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, рахмет. Біздің сәтті күн бағдарламасына алғашқы қонақ болып ұйқыңызды бөліп келіп отырғаныңызға алғыс айту күнінде алғыс айтамыз сізге. Көп-көп рахмет. Ал енді жалпы сіз үшін осы алғыс айту күнінің маңыздылығы қандай? 1 наурыз үлкен мереке. Алғыс айту күні. Сол күні бәріміз бір-бірінен жақсы тілек айту керек. Тек сол күні ғана емес, жыл бойы бір-бірінен жақсылық айту керек. Ал сол күні Қазақстан тұрғындарына үлкен мереке. Сондықтан әр адамда айтатын алғыс адамдар бар. Менде айтқым келеді алғыс. Ең бірінші өз отбасыма. Менде қызым, ұлым, жұбайым бар, немерем бар. Сол кісілерге алғыс айту келеді.
Енді біз айтып жатырмыз ғой, сіз 20 жаңағы жалпы 35 жыл ұстаздық етсеңіз, оның ішіне 25 жылы сіз қазақ тілінен беріпсіз. Жалпы осы қазақ тілін меңгеруде ол тіл үйренудегі құштарлықтан ба, жоқ әлде отанға деген махаббаттан ба? Неліктен қазақ тілін таңдадыңыз дегеніміз ғой. Жас кезінен біздің үйдің жанында көрші болдық. Олар қазақтар болды. Үлкен отбасы, 14 баласы болды. Сол балалармен бірге өстік. Маған олар қазақша сөйлегенде маған қызық болды. Не туралы айтып отыр, кім туралы айтып отыр. Салт дәстүрлер болғанда маған да қызық. Ол не нәрсе, оны қалай айту керек. Бата айтқанда не туралы айтады, қалай айтады, кімге айтады, кім айтады. Содан бастап менде қызығушылық оятты қазақ тілінен. Әр адам бірнеше тілді білу керек. Заң бойынша әрбір азамат Қазақстанда тұратын мемлекеттік тілді білу керек. Ал мен Қазақстанда тұрам ғой. Қазақтар орысша түсінеді, мен де түсінем қазақша. Жалпы қай мемлекетте тұрсаң, сол мемлекеттің тілін білу, ол сол жерге деген құрмет деп білесіз ғой. Басқа тілді сыйлау керек, құрметтеу керек. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Мектепте, басқа орындардан, мысалы, далада жүргенде, көшеде жүргенде, бір сіздің қазақша сөйлегеніңізді көріп таң қалып жататын адамдар болады ғой, міндетті түрде. Өзіңіз былай қысылып қалмайсыз ба, сізбен кәдімгідей әңгімелесіп кететін шығар бәрі бірге. Таң қалып. Ол маған қиын емес. Мен қазақтармен қазақша сөйлеймін. Біздің мектепте 12 қазақтар бар. Қазақ-хаветтер, олармен қазақша сөйлеймін. Жиналыста қазақша сөйлейміз. Орысша педсовет болса, орысша. Мен екі тілді еркін сөйлеймін. Түсінем да. Салт дәстүр білеміз. Бір-біріне қонаққа барамыз. Наурыз күні болсын, масленица болсын, бір-біріне құттықтаймыз. Көршілердің үйіне барамыз. Екі тілді қатар ұстап, ешкімнен ешқандай кем қылмаймын дейсіз ғой. Жалпы Валентина ханым, өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, біздің қазақ туыстарымыз да бар деп. Жалпы осындай той жиындарда көп жолығып тұрасыз. Өзіңіздің осындай туыстарыңыздың арасында да, жалпы отбасыңызда да қазақша сөйлей ме бәрі? Әрине, жолдасым түсінеді, қызым да түсінеді, ұлым да түсінеді. Қазір немерем 2-ші сыныпта оқиды. Маған айтады, сен қайдан білесің қазақ тілінен? Мен там жас кезінен, мен де білгім келеді. Мен қалай кеше ғана маған айтты, әже, это же ты дейді маған. Мен дұрыс, әже, это я дедім. Ол 2-ші сыныптан бастап, ал абысын бар, Бағлан деген қазақ. Қонаққа шақырғанда, былай келгенде қазақша сөйлесеміз, шай, сүтпен ішеміз. Қазақтар ішеді ғой, кесемен. Той домалақтарда. Жалпы сізді көрген кезде көбісі жаңағы орысша сөйлейді деп ойлайды да, сосын сіз аяқ асты қазақша сөйлеп кеткендегі бір сондай бір қызықты оқиғалар бар ма? Еске алатын. Әрине бар. 3 жыл бұрын 3 мұғалім сабақ берді. Интегрированный дейді ғой. Орыс тілі, ағылшын тілі, қазақ тілін. Орыс тілінен мұғалім қазақ болды. Мен орыспын, қазақ тілінен сабақ бердім. Енді орыс, ағылшын тілінен сабақ берді. Арала сабақ үшеуміз бердік. Сосын сыныпта артында білім басқармаса кісілер отыр. Сосын бірдеме сұрап жатыр, бір мұғалімнен қайта сұрап жатыр, маған қарап отыр. Сосын сабақ біткенде мен шақырып жатыр. Маған орысша айтады, сіз қай сабақтан бересіз осы мектептен? Мен айтым, қазақ тілінен сабақ берем. Анау кісі қай сабақтан береді? Мен айтым, орыс тілінен сабақ береді. Енді анау кісі айтады, мен анау кісіге түсіндіріп айтып отырмын. Ол жай емес, ол рас. Анау кісі орыс, қазақ тілінен береді. Анау қазақ, орыс тілінен береді сабақ. Сондай қызық. Жалпы Валентина ханым, алда мысалы көптеген мерекелер келе жатыр. Соның бірі осы 22-ші наурыз. Осы біздің нағыз ұлттық мерекеміз. Сол мереке дайындықты жыл сайын қалай жасайсыздар? Өзіңіз қонақ шақырып дегендей ортаға етті асып, бауырсақты пісіріп, сондай қазақы дәстүрде, қазақы түрде тойлайсыздар ма? Әрине, наурыз күні керемет тойлаймыз. Оның алдына ет сатып алған қазы, қарта, шұжық, дайындап қоямыз, бешбармақ пісіреміз,
үлкен бөлмеде үлкен стол қоямыз. Отбасымен туыстар ауылдан келеді. Бешбармақ, бауырсақ пісіреміз. Сосын ең үлкен көршім бір әйелім бар. Тетя Роза деген қазақ кісі. Ол кісі бата айтады бізге. Әрине тойланамыз, бір-біріне қонаққа барамыз. Үлкен мейрам ғой. Қарным ашып кетті ғой, 22 шамыр сіздің үйіңізге барайықшы. Есік ашып тұр, келіңіз. Бәрекелді, енді сіз қаншама балаларға сабақ берушісіз ғой қазақ тілінде. Сол балалармен сабақ барысында бір қызықты әңгімелер туа ма? Балалар сізге сұрақ қоя ма? Әрине қояды. Ең бірінші Шахтинск қаласына көшіп келгенде басқа мектепте жұмыс істедім. Сосын директор мені апарды бірінші рет. Сосын балаларға айтады, осы кісі сендерге қазақ тілінен сабақ береді. Бір бала, ол бала айтады, қалай ол бізге сабақ береді, ол орыс қой, өз бала қазақ. Сосын сол балаға айтым, қорықпа балам, мен сенен жақсы қазақша түсінем. Қатырам деді. Қатырам, сол кісі масқара ұялды. Ол бала біздің көрші болды. Сосын маған ылғи айтады, сіз мен қатырдыңыз ғой дейді. Расымен де қатырыпсыз енді бар ғой. Құрметті Валентина ханым, жаңағы өзіміздің осы тұрып жатқан Қазақстанды сыйлап, осы мемлекеттік қазақ тілінде балаларға сабақ беріп, осылай ұлағатты ұстаздық қызмет атқарып жүргеніңізге сізге алғыс айтқымыз келіп отыр. Және осы бір алғысымызды осы алғашқы сәтті күн бағдарламасына келіп, бізге қонақ болып, осындай тамаша сұхбат бергеніңізге рахмет дегім келеді. Сізге де көп рахмет. Шақырғаныңызға. Құрметті көрермен, бізде әлде алда айтылар талай ақпаратымыз бар, бізбен бірге болыңыздар. Туған күні осы алғыс айту күнімен тұспа-тұс келіп жатқан адамдар да бар шығар, иә? Той-тойға ұласты деген осы ғой шіркін. Иә, Ақсөле, тек қана туған күн ғана емес, тіпті тарихтағы керемет оқиғалардың өзі осы күнге сәйкес келгендер де бар екен. Мысалы, біздің екеуміздің де білім алып шыққан Қара шаңырақ университетіміз Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне осы 1 наурыз күні құрылған екен. Осы сәтті пайдаланып, білім нәрімен сусындатып, осы мамандықты меңгеріп, толық маман атанып шығуымызға алтын көпір болған Қара шаңырағымызды, университетімізді құрылған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ал 1 наурыз күні орын алған ерекше оқиғалар туралы толығырақ бейне материалымызда айтылсын. Еліміздің тарихында орнын ойып тұрып алатын атаулы күндер көп, соның бірі 1 наурыз. Ендеше осы күнге сәйкес орын алған есте қаларлық оқиғаларды тізіп айтып өтелік. 1972 жылдың 1 наурызында Қарағанды мемлекеттік университетінің салтанатты ашылуы өтті. 90 жылдарда университеттің дамуындағы жаңа кезең басталды. Осы уақытта жаңадан факультеттер, магистратура, мамандықтар ашылды. Студенттер контингенті 20 000 адамға дейін өскен. Университет құрамына педагогикалық мемлекеттік институт кірді. Нәтижесінде университетте 14 факультет, 72 кафедра жұмыс істей бастады. Филология факультетінің деканы Елдос Түйте университет қазір де қарқынды даму үстінде дейді. Орталық Қазақстандағы академик Евгений Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті соңғы жылдары жаңа леппен, жаңа брендпен қарқынды дамып келе жатқан, көп салалы білім беретін алдыңғы қатарлы еліміздегі жоғары оқу орындарының бірі. Бүгінгі күнде университетте 14 000-ға жуық білім алушы оқиды. Университетімізде 13 факультет бар, соның бірі филология факультеті. Филология факультеті бізде құрамына 5 кафедра кіреді, бір ғылыми зерттеу орталығы бар, және де бір орталық бар. Филология факультеті қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, филологтар, журналист және қоғаммен байланыс мамандарын дайындайды. Университетіміздің білім беру бағдарламаларының мазмұны бүгінгі нарықтағы сұранысқа ие талаптарды ескерумен, сонымен қатар ішкі және сыртқы стейкхолдерлардың ұсыныстарымен жүзеге асырылады.
Ашылу салтанатына белгілі қазақ жазушысы Сәбит Мұқанов қатысқан. Университет ректоры болып техника ғылымдарының докторы профессор Бөкетов Евней Арыстанұлы тағайындалды. Ол университеттің дамуына үлкен үлес қосты. Оның басшылығымен заманауи материалдық техникалық база жасақталып, ғылыми инфрақұрылым жүзеге асырылды. 1991 жылы университетке оның есімі берілген. Бізді бітіруші түлектер қоғамдық сұранысқа ие, олардың 85-90% жұмысқа орналасады. Университетімізде ұстаздар үшін, жалпы біздің білім алушылар үшін барлық жақсы жағдайлар жасалған. Әсіресе мынау студенттерді қолдау мақсатында бізде 7 жаңағы студенттер үйі, бір жаңағы емхана, бірнеше спорттық жаңағы кешен, сонымен қатар шығармашылық үйірмелер бар. Академик Бөкетов атындағы Қарағанды университеті еліміздің және халықаралық жаңағы рейтингтерінде жоғары позицияларға ие. Мен барша университет ұжымын 1 наурыз университет күнімен құттықтаймын, шығармашылық мол табыстар тілеймін. Осы күні қаламыздың ең басты білім ордасына айналған қара шаңырағымыз талай жетістік пен жеңістің, сезім мен достықтың және небір тарихи оқиғалардың куәсі болып келді. 1 наурыз күні болған ерекше оқиғаларды одан әрмен жалғастырайық. 1993 жылы Алматыдағы Космонавтар көшесіне Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. 1995 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің резиденциясында қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровқа алтын жұлдыз бен халық қаһарманы атағын беру туралы куәлікті табыстады. Ал 1999 жылдың 1 наурызында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Актюбинск қаласының атауы Ақтөбе болып өзгертілсе, 2005 жылы шетелдік зерттеулер университетінде алғаш рет қазақ тілі бөлімшесі ашылды. Және айта кететін жайт, Қазақстан президентінің жарлығымен Қазақстан Халқы Ассамблеясында осы күні құрылып, ол алғыс айту күні болып жарияланды. Бұл мерекенің басты мақсаты өскелең ұрпақты достық, бір-біріне деген құрмет пен толеранттылыққа, отан сүйгіштікке тәрбиелеу, Қазақстанда этникааралық келісім мен ұлтаралық қарым-қатынасты нығайту. Өзіне берген еркіндікті өзге ұлттың өкілдеріне де беріп, кеңдігі мен жомарттығы қатар жүретін қазақ жұрты көптеген елге үлгі. Ондай мемлекетті не деп айтады Еркеғали? Толерантты мемлекет деп айтады әрине. Толеранттылық бұл жергілікті халықтың басқа ұлт өкілдеріне және басқа діндегі адамдарға түсіністікпен қарап, оларды қудаламауының белгісі. Ал біздің елімізде, Қазақстанымызда ұлтаралық татулық салтанат құрып, толеранттылықтың жарқын көрінісі орнаған. Толеранттылық үлкен құндылық, бейбітшілік кепілі. Бұл ретте көп ұлтты мемлекетімізде бір шаңырақ астында бірнеше ұлттар мен ұлыстарды түрлі тағдыр тоғыстырған. Қазақ жеріне өзге ұлт өкілдері Ресейдегі 1861 жылғы реформа бойынша алғаш қоныстана бастады. Сол тұста патша үкіметі алып империядағы әлеуметтік шиеленісті бәсеңдету және отарлау саясатын белсенді жүргізу үшін орыс шаруаларын қазақ жеріне қоныс аудартты. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, орталық Қазақстан аумағына орыстар, немістер мен украиндар 1906-1910 жылдары қоныс аудара бастаған. 1930 жылдары көмір өнеркәсібі үшін Украина елінен де өкілдер келді. Ал 1931 жылы Қарағандыда еңбекпен түзеу лагері қасіретті Карлаг түрмесі ашылды. Қуғын сүргін жылдары КСРО-ның түкпір-түкпірінен түрлі ұлт өкілдері саяси тұтқындар мен халық жауының туыстары депортацияланды. 1944 жылы Осакаров ауданына Кавказ халықтары да депортациямен жеткізілді. Ел аумағына қоныстандыру соғыс жылдары да тоқтамады. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Қазақстанда 60-қа жуық этнос өкілдері өмір сүрді. 1953 жылы тың игеру тұсында да біздің өңірге қоныстанғандар аз болмады. Ақсыры күннің жылуымен бірге көңілге қуаныш сыйлайтын көктемнің алғашқы таңы біз үшін керемет атты деп ойлаймын. Бірақ біз саусақ бірдей емес. Әркімнің күні де, көңіл күйі де әр кезде әртүрлі болады.
Иә, әркім күннің қалай басталатынын болжап жатса, енді біреулер жылды қалай өтетінін ырымдап жатады. Енді көктемнің алғашқы күні болған соң бәрі жылды жорамалды қопарып жатқан болар. Олай болса, наурыз айы кімге қандай пайдасымен басталады? Осыны білгілеріңіз келсе, жұлдызнамаға кезек береміз. Тауешкілер бұл күні өз-өздеріне сенімді болмақ. Сол үшін бастай алмай жүрген істеріңізді қолға алып, көзді жұмып алға ұмтылыңыз. Бұл күні сізге бәрі қолдау беріп жақсылық тілейді. Су құйғыштар үшін мейірімге толы күн болмақ. Сондықтан ескі ашуды ұмытып, ренжіскен жандармен татуласуға тырысыңыз. Алғыс айту күнінде барынша алғыс айтып, мейіріммен бөлісіңіз. Және де жаңа идеяларыңызды бастауға болады. Балықтар, сіздерге табандылық қажет болады. Алған бетіңізден қайтпай алға ұмтыла беріңіз. Бір нәтижесі болады. Ал ортасынан тоқтасаңыз, кейін өкініп қалуыңыз ғажап емес. Тоқтылар топтан дара болып, айтқан ақылмен барлығын тәнт етеді. Берген кеңестері кез келген жанға демеу болады. Тіпті махаббат тарихының алғашқы беттері ашылуы мүмкін. Ұрпақтар үшін жаңа идеяларға толы күн болмақ. Сондықтан барынша ойда жүрген істеріңізді жүзеге асырыңыз. Кешке қарай достарыңызбен дем алған жөн. Егіздер, бұл күні барынша жауапты болуы керек. Себебі түрлі қиындықтарға тап боласыз. Ал олардың шешімі сіз үшін қиындық туғызады. Бұл күні сіз тек өзіңізге сенуіңіз керек. Абай айтқандай, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Шаяндар, өздеріңізге сенімді болу керек. Сонда ғана барлық істер алға баспақ. Ақшаның да шытыры естіліп қалуы мүмкін. Өз қалаған затыңызды алып, көңіліңіз көтеріңкі болады. Арыстандарға айтарым, барынша сабырлы болыңыз. Айналаңыздың барлығы сізге қарсы болып тұрғандай көрінгенімен, тек жақсылыққа ниеттеніңіз. Өз-өзіңізді қолыңызда ұстап, ашуға берілмеген абзал. Бикештер үшін бұл күн ұмытылмас сәттерге толы болмақ. Естен кетпес кездесулер, керім әңгіме, дүкендер, жақсы жаңалық көп болады. Сол үшін үйде де, жұмыста да белсенді болыңыз. Таразылар, бұл күні барынша сабырлы болуға тырысу керек. Өйткені сіздің мінезіңіз көптеген қиындық әкелуі мүмкін. Кез келген ұсақ заттарға шуланып, шу шығару ешқандай пайда әкелмейтінін түсініңіз. Барынша салқынғанды болыңыз. Саршаяндар үшін ауыр күн болмақ. Бірақ сонда да тығылып жатып алғаннан гөрі қайтпас қайсарлық танытып, алға ұмтылған жөн. Барынша жақындарыңызбен, достарыңызбен уақыт өткізіңіз. Үйге кешікпей келу керектігін де ұмытпаңыз. Мергендер болса, айналасына барынша назар аудармаған дұрыс. Себебі барлығы сізге кері әсерін беруі мүмкін. Өз ойыңызды құптап, шешімді өзіңіз шығарыңыз. Мың алғыс қазағымның нарлығына, таутасы даласы мен әр қырына, әкенің тәрбиесі тәліміне, ананың мейірімі мен жаулығына. Ризамыз осы отырған көрерменге, сәтті күнмен атырған таңдымына. Алғыс айтқым келеді барлығыңа, алғыс айтқым келеді барлығына. Осымен біздің көктеммен қатар басталған алғашқы бағдарламамыз тәмам. Ертең ел аман, жұрт тынышта қайта жолыққанша. Келесі бағдарламамызда бұдан да қызықты, пайдалы ақпараттар айтылмақ. Осы сәтті күнде сәтті күн бағдарламасын тамашалаңыздар дейміз. Аман саулықта болайық.